Құрметті оқырмандары, бүгін пайғамбарлар жайлы қызықты қиссаларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Худ пайғамбар. Худ пайғамбардың қауымына қатысты оқиғалар баяндалады. Әр күн сайын арнада жаңа әңгімелер шығады, сондықтан да соңына дейін қарап тіркеліп кетіңіздер. Худ пайғамбар. Нұх пайғамбардың ұлдарының бірі, Самның немерелерінің ішінен Худ пайғамбар шықты. Худ пайғамбардың қауымы оның аталарының есімімен бірде Ад, бірде Ирам деп аталды. Худ қауымы Аққаф деген аймақты мекендеді. Құрандағы Аққаф сүресі осы Ад қауымы тұрған жерге қатысты аталған. Аққаф дегеніміз құмды тау деген мағынаны берді. Ол жер Йеменде, Оман мен Хадрамауттың аралығындағы теңізге таяу орналасқан. Оны Йеменде Шехр деп атайды. Алла тағала Құранда: Ад елінің туысын Худты есіңе ал. Сол уақытта ол Аққафтағы еліне ескерткен еді деп айтқан. Аққаф сүресі 21 аят. Топан су басып, жер бетіндегі адамдар жойылғаннан кейін, адамзат Нұх пайғамбардың мекендеген жерінен екінші рет жан-жаққа тарала бастады. Нұх пайғамбар Шамның солтүстігі мен Түркияның оңтүстік аймақтарын мекендеген еді. Сол жерден адамдар Палестина, Шам елдеріне және Араб жарты аралына жайылды. Солардың ішінде Ад тайпасы Араб жарты аралының оңтүстігіне жетті. Нұхтан кейін жер бетінде солар билік жүргізді. Тәпсіршілер оларды ақ түсті, бойлары ұзын және алып денелі болған деп сипаттайды. Алла тағала бұл туралы Құранда: Сендерді ескерту үшін өздеріңнен болған бір кісі арқылы Раббыларыңнан ескерту келгені таңғалдырама. Оның сендерді Нұх қауымынан кейін орын басушылар еткенін, әрі жаратылыстарыңда ерекшелікпен артық еткен естеріңе алыңдар. Аллахтың игіліктерін естеріңе алыңдар, сонда жетістікке жетесіңдер деген. Ағраф сүресі 69 аят. Ол араб болатын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Абу Зарға, Аллах ол кісіге де разы болсын, пайғамбарлар мен елшілер туралы әңгімелей отырып былай деген: олардың төртеуі араб етін: Худ, Салиб, Шуғайб, және өзіңнің пайғамбарың, ей Абу Зар деген. Хадисті Ибн Хибан жеткізген. Исмайылдың алдында өмір сүрген арабтар таза арабтар еді. Олардың ең танымал тайпалары Ад, Самуд, Журхум, Умайм, Мадиян, Амлақ, Қахтан және тағы басқалар еді. Ал арабтанған арабтар Исмайылдан кейін оның ұрпағынан тарады. Исмайыл араб емес болатын. Оның әкесі Ибрахим Бабыл жерінен еді. Әкесі оны Меккеге тастаған соң, ол сонда өсіп, Журхум арабтарымен араласа келе, олардың біріне айналды. Тіпті олардың ең шешен тілділерінен саналды. Арабтардың және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шешендік өнері сол кісіден қалған. Ад қауымы үй соғу өнерінен өте шебер меңгерген еді. Шатыр үйлер олардың ең сүйікті тұрағы болатын. Бірақ бұл шатырлар қарапайым тұрғызылмаған еді. Өте алып, биік болып келетін. Олар өздерінің осы шеберліктерін дамытып, оны мақтан тұтатын. Алла тағала олар туралы: Раббыңның Ад қауымына не істегенін көрмедің бе? Ұзын діңгекті Ирамды. Сондай елдерде ол тәрізді жасалмаған еді делінген. Фәжр сүресі 6-8 аяттар. Олар қалалар, көшелер және үйлер салып, құрылыс өнерін биікке көтерді. Тіпті бұл тұрғыда олар жөнінде сан түрлі кереметтер айтыла бастады. Олардың өздері далалық жерлерде, шатыр үйлерде тұрып, тауларда сарайлар соғатын. Қалаларының көшелері өте үлкен болатын. Бұл олардың ермегі еді. Кейбір тарихшылар олардың қорғандары күміс пен алтыннан тұрғызылған еді деп те жазады. Десе де, Ад тайпасында басқа елдерде болмаған нәрселер пайда болды. Олар өркениет пен өнердің биік шыңына жетті. Алла тағала Ад тайпасында пайда болған өркениетті Худ пайғамбардың сөзімен баяндап: әр төбеге әншейін ескерткіш құрылыс жасайсыңдар ма деп айтқан. Олар тау басына сарайлар соғатын. Худ пайғамбар оларға: мұның себебі не? Сендер жазық далада тұрасыңдар да тауға сарай тұрғызасыңдар. Бұл ойын ба, әлде ермек пе деп сауал тастайтын еді. Худ пайғамбардың дағуаты. Топан су басталып, Ад тайпасы пайда болғанға дейін жер бетінде өмір сүрген Нұх пайғамбардың ұрпағы
бір аллаһқа сыйынумен күн кешкен еді. Уақыт өте келе, шайтан ат қауымын азғырып, олар қайтадан пұттарға табына бастады. Нұхтың қауымынан кейін алғаш пұтқа табынған ат тайпасы болды. Сонымен Алла тағала оларға Худ пайғамбарды пайғамбар етіп жіберді. Худ пайғамбар оларды Аллахқа шақыра бастады. Алла тағала Құранда ат еліне туыстары Худты жіберді. Ол: ей елім, Аллахқа құлшылық қылыңдар, сендердің одан басқа құдайларың жоқ, қорықпайсыңдар ма, деді. Худ оларға Аллахтың берген үлкен нығметтерін ескертті. Бірақ олар қарсы шығып адасты. Ал Худ пайғамбар оларды шақырудан тынбады. Алла тағала ат қауымына туыстары Худты жібердік. Ол: ей елім, Аллахқа құлшылық қылыңдар, сендердің одан басқа құдайларың жоқ, сендер өте жалақорсыңдар. Ей елім, бұған сендерден ақы сұрамаймын, еңбегіммен жаратқанға ғана тән, сонда да түсінбейсіңдер ме? Ей халқым, Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, сосын оған тәубе қылыңдар. Сендерге көктен жаңбыр жаудырып, қуаттарының үстіне қуат қоссын. Сондай-ақ күнәһар болып жалтармаңдар, деді. Худ сүресі 50-52 аяттар. Енді Аллахтан қорқып маған бағыныңдар. Сендерді білген нәрселерімен қамтамасыз еткен Аллахтан қорқыңдар. Сендерге малдар, балалар берді, бақшалары, бұлақтар берген Аллахтан қорқыңдар. Расында мен сендерге болатын ұлы күннің азабынан қорқамын, деген. Шығара сүресі 131-135 аяттар. Худ пайғамбар оларды қайта-қайта шақырды. Бірақ Нұхтың қауымы сайқымазақ еткенде, олар да Худ пайғамбарды мазақ қыла бастады. Және оған: ей Худ, сен бізге анық дәлел келтірмедің. Біз сенің сөзің бойынша тәңірлерімізді тастамаймыз және саған сенбейміз. Саған кейбір тәңірлеріміздің киесі тиген екен деп қана айтамыз, деді. Худ сүресі 53-54 аяттар. Яғни, сен пұттарға қарсы шыққаның үшін олардың бірі сені ауру етіп қойды, деді. Сондай-ақ елінің қарсы болған тобы: әрине, біз сені есуас көреміз және сені анық өтірікшілерден деп ойлаймыз, деді. Ағраф сүресі 66 аят. Елінің қарсы болған, ақыретті жалғанға шығарған, сондай-ақ біз өздеріне дүние тіршілігінде кеңшілік берген бастықтары: бұл өздерің сияқты бір адам ғана, жегендеріңді жеп ішкендеріңнен ішеді. Егер өздерің сияқты адамға бой ұсынсаңдар, рас, сендер сол уақытта зиянға ұшырайсыңдар. Сендерге өліп, топырақ және сүйек болғанда тіріліп шығатындарыңды ескерте ме? Сендерге бұл ескертілген нәрсе ұзақ, тым ұзақ. Дүниедегі тіршілігіміз ғана тіршілік. Кейбіріміз өлеміз, кейбіріміз өмір сүреміз де қайта тірілмейміз. Ол Аллахқа өтірік жала жапқан адам. Біз оған сенбейміз, деді. Муминун сүресі 33-38 аяттар. Осыған қарамастан, Худ пайғамбар оларды Аллахтың жолына шақыра берді. Сонда олар: сен уағыздасаң да, уағыздамасаң да бізге бәрібір. Бұл бұрынғылардың салты. Біз азапқа душар болмаймыз, деп тәкаппарланды. Шығара сүресі 136-138 аяттар. Сөйтіп, олар қарсыласып тұрып алды. Сонда Худ оларды шақырып: расында мен Аллахты куә етемін, сендер де куә болыңдар. Мен сендердің Аллахқа қосқан серіктеріңнен аулақпын. Маған Аллахтан басқа бәрін қулық қылдыңдар да, содан кейін мұрсат бермедіңдер. Расында мен өзімнің Раббым, әрі сендердің Раббыларың Аллахқа тәуекел еттім. Ол кекілінен ұстамаған ешбір жәндік жоқ. Күдіксіз Раббым тура жолда. Егер жалтарсаңдар да, мен шында өзім арқылы жіберілген нұсқауды сендерге жалғастырдым. Раббым орындарыңа басқа елді әкелсе, сендер оған ешбір зиян келтіре алмайсыңдар. Шынында Раббым әр нәрсені қорғаушы, деді. Худ сүресі 54-57 аяттар. Осыдан кейін ат қауымына азап келді. Худ пайғамбар Аллах тағалаға дұға қылып: Раббым, мені өтірікші санағандықтар үшін маған жәрдем бер, деді. Муминун сүресі 39 аят. Сонда Алла тағала: аз уақыттан кейін олар әлбетте өкінушілерге айналады, деді. Муминун сүресі 40 аят. Алла тағала оларға қылмыстарына, мойындамауларына, қарсы шығуларына және осындай ұлы пайғамбарды мазақ еткендеріне жаза ретінде жел жіберді. Ондай жел бұрын соңды болмаған еді. Әуелі жаңбыр жаумай, құрғақшылық басталды. Ағаштар мен өсімдіктер қурай бастады.
Олар жаңбырды күтті. Бір күні Алла тағала оларды азаптауды қалаған мезгілде алыстан бір қара бұлт көзге шалынды. Мұны көрген олар жаңбыр келді деп қуана бастады. Алла тағала бұл туралы Құранда: сонда олар апатты алқаптарына қарай келе жатқан үлкен бұлт түрінде көрген кезде, мынау бізге жаңбыр жаудыратын бұлт деді. Негізінде ол өздерінің тез болуын сұраған нәрсе. Онымен бірге күйзелтуші азап жел бар еді. Ол Раббысының әмірімен барлық нәрсені жояды. Таңертең олардың мекендерінен басқа еш нәрсе көрінбей қалды. Біз күнәһар елге осылай жаза береміз. Аққаф сүресі 24-25 аяттар. Ат тайпасының тас-талқаны шығарылды. Олардың бақтарынан, үйлерінен еш нәрсе қалмады. Тек тауда тұрғызған сарайлар ғана қалды. Аллаһ тағала бұл туралы: ат елінде де ғибарат бар. Сол уақытта оларға зиянды қатты дауыл жібердік. Ол тиген нәрсесін шіріген сүйектей етіп тастайды. Зариат сүресі 41-42 аяттар. Ат елі өтірікші саналды. Сонда менің азабым мен ескертуім қалай болды? Біз оларға кесірі тоқтамайтын күнде сұрапыл дауыл жібердік. Ол адамдарды опырылған құрма ағаштарының діндеріндей жұлып әкетеді. Сонда менің азабым мен ескертуім қалай болды деп айтқан. Қамар сүресі 18-21 аяттар. Боран оларды көтеріп алып ұшырып жерге соққан. Сонда олардың басы денесінен үзіліп түскен. Алла тағала: ад елі де ысқырған қатты дауылмен жоқ етілді. Аллаһ оларға ол боранды 7 түн 8 күн жалғасты түрде соқтырды. Сонда ол елден құрманың қуыс дөңбегінше құлағанын көрер едің. Ал енді олардан бір қалған нәрсені көресің бе? Қақа сүресі 6-8 аяттар. Алла тағала оларға нығметтердің, тіршілік қажеттіліктердің барлығын, бау-бақшалар мен бұлақтар, мал дүние мен бала-шаға және күш-қуат берген еді. Алайда олар мұны бергенге шүкіршілік етудің орнына қарсы шықты. Алла тағала Құранда: сонда ат елі жер жүзінде орынсыз өздерін жоғары санап, бізден артық күшті кім бар деген еді. Олар өздерін жаратқан Аллаһтың олардан гөрі күштірек екендігін білмеді ме? Олар аяттарымызға қарсы келді деген. Фусилат сүресі 15 аят. Алла тағала бұл дауылдан кейін Худ пайғамбарды құтқарады. Ол Құранда: сонда біз оны және онымен бірге болғандарды өзімізден болған бір мейіріммен құтқарып, аяттарымызды өтірікке шығарғандардың артын үздік дейді. Худ және оған ерген адамдар орналасқан жерге дауыл тимейді. Жан-жағындағылардың барлығының быт-шытын шығарады. Одан тек иман келтірген бір топ мүмін адамдар және олардың малдары ғана аман қалады. Алла тағала Құранда: әміріміз келген кезде Худты және онымен бірге иман келтіргендерді өз тарапымыздан бір мейіріммен құтқардық. Сондай-ақ оларды ауыр азаптан құтқардық. Осы ат елі Раббыларының аяттарына қарсы келіп, оның елшілерін мойындамай, әрбір зорлықшыл тоңмойындардың әміріне бағынды. Бұл дүниеде де, қиямет күнінде де олардың қыр соңынан лағнет қалмады. Естеріңде болсын, ат елі Раббыларына қарсы болды. Естеріңде болсын, Худтың қауымы ат мейірімнен аулақ болсын деп айтқан. Худ сүресі 58-60 аяттар. Бұл ат қауымының соңы еді. Осы оқиғадан соң иман келтірген адамдар сол жерде өмір сүруді жалғастырды. Худ пайғамбар дүниеден өтті. Ол Хадрамаутқа жерленді. Худ пайғамбардың қиссасының ғибраты мынандай: ат қауымының сендерге бұл ескертілген нәрсе, яғни қиямет ұзақ, тым ұзақ, дүниедегі тіршілігіміз ғана тіршілік, кейбіріміз өлеміз, кейбіріміз өмір сүреміз де қайта тірілмейміз деген сөзінен ұғарымыз, қазіргі таңдағыдай сол кезде де өлгеннен кейін қайта тірілер күн бар екеніне сенбейтіндер де болған. Ғат қауымының азап күйге ұшырағанын естіп, Худ пайғамбар қызметіне келді. Өмірінің ақырына дейін ислам дінін насихат етуші болды. Бір риуаятта Худ пайғамбар Мишаса есімді бір әйелді алды. Ол әйелден Мүтәшлих есімді бала дүниеге келді. Мүтәшлих елші, пайғамбар немесе уәкіл деген мағына беретін. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның нұры Мүтәшлихке көшті. Ғат қауымы әлекке түскеннен кейін Худ алейхиссалам
Хазырмут жеріне көшті. Ондағы халықпен ғұмырының соңына дейін өмір сүріп, 164 жасқа келгенде Хақ тағалаға жанын тәслім етті. Имам Ғайразиолланың айтуынша, Хазырмут тауының бір үңгірі бар еді. Сол үңгір ішінде алтын тақтада жазылған аят жолдары бар. Онда аяттың мағынасы: мен Худ пайғамбар Ғат қауымын иманға үндедім. Оларды пұтқа табынудан тыймақ болдым. Маған қастық жасап қарсы келді. Алла тағала оларды қатты жел мен әлекке ұшыратты делінген. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.